кайсына кештелерге басканга таймаган ак найзанын ушу менен ак билектин күчү менен бабам коргап Аллам коргап жергиликте жайлаган. Сол дағда мыңғыртып мал айдаған, жүйрік аттың құлағында ойнаған, қабақ шықса жауы жайлаған, қонақ күтсе жаны жайнаған. Достық сырын жатқа жаймаған, адаласы қазанында қайнаған, қазағыма сәлем берді қадірлі бір алла деп ақ жолынан таймаған. Біз қазақпыз, жауға қол істемеген, батыр елміз, ешбір дұшпан жеңбеген. Біз қазақпыз, жалған сөйлеп көрмеген, ақын еліміз, ешкім сөзін бөлмеген. Ақ батамен ғана төрлеген, ақ қымызға ғана шөлдеген, жерін жауға бермеген, елін дауға бермеген, аздыруға көнбеген мұсылманша амандасын ендеше, өздеріңдей адал ұрпақ елменен. Ассалаумағалейкум мектебі. Намысы жүк болатын қаранарға, біздерге үлгі еткен бабаларға, Фараби, Қашқари мен Бұхарилер, дін исламды сіңірген саналарға. Адамның ала демей көктемесін, сарайден болады Шамалова, Төлеби, Қазбек менен Айдекелер, шариғаттан шешім айтқан бар адамға. Алаштың арыстары отын сүйіп, иманмен жол бастады Қарабалыға. Алланың өзі де рас, сөзі де рас, айғақсыз қалықтарды танадан. Бір Алланы сыйынып, білім ал деп, алтын сарын үйреткен балаларға. Гүл ғылымның атасы болады екен, Мұқағали көзімен қарағанда. Исламды бізге осылай жеткізді Алла, иман қиып осындай дараларға. Бабалардың дұғасымен өсіп өнген, қазақ бау, жар болсын саған Алла. Құрметті ұстаздар, оқушылар, алда келе жатқан тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Ұлт пен ұрпақты елжандылыққа, мәдениеттілікке, имандылыққа, адамгершілікке, ізгілікке баулуға зор үлес қосатын қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің тәуелсіздік тұғырым атты апталығын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер.